Мына коронавирус басталғалы для дезинфекции ма, профилактики ма 100 грамм ішу керек деп шығып еді ғой бір адамдарда ше. Сөйтіп біздің қазақ еркектерге өйтіп айтуға болмайды, тіпті жақсы болды, жатып ішетін болды. Оларға бір жерден кесе, ойбай, мен что-то ауырыңқырайын деп тұрмын, 100 грамм дейді, 100 граммды алады да, ішеді де, сосын недогон болып қойып кетеді ары қарай арақ іздеп. Сосын жетеді, мен жаңа ғана просто көрдім да, сол үшін жыным ұстап айтып тұрмын да. Сосын жетіп көшеде, бір келем деп естіп жүреді малдар. Орыстар қалай ішеді? Олар өйтіп ішпейтсіңдер, сен газированный напиткпен қуып кетпейді ары қарай. Олар шынымен де 100 грамм ішеді да өстіп. Кетті, күніне бір-ақ стакан деп қоя салады. Ал біздің қазақтар вообще ішу білмейді, еще қуалап, сосын қатын бала шағасын тепкілеп сөйтіп жүреді. Ішпей ақ қойыңдар, құдай-ай, ішпей ақ қойыңдар.